Алексей Гоганов, Зейнеп Султанбек, Өскемен Open. Е4, Е5, аты Ф шатсы 6, піл Б5, Испания партиясы, 6 піл А4, ат Ж Е7, рокировка, ат Ж6, Д4, ат Д4 алдық, вәзір Д4, Б5, піл Б3, піл Б7. Дәл қазір С5 және С4 деген әрекетті жүзеге асыру. Вәзір Е3, піл Д6, ат С3, рокировка және F4. Бұл жүріс өте жауапты шешімдердің бірі, өткені Ж1, А7 деген қиғаш жол деген әлсірейді. Вәзір Е7 бірден піл С5 деген әрекет дайындап тұр. Патша H1 және тура А Е8. Мына Е4-тегі сарбазға шабуыл жасау. F5 түсініксіз шешім, неге мына жолды ашу керек деген сұрақ туындайды. Неге осыны ашу керек? Вәзір H4 және осы жерде Алексей қателесті, вәзір Ж1 деп жүрді. Өте сондай мықты жүріс деп айта алмаймын, баяу қозғалыстардың бірі. Ат негізгі орталыққа келді. Енді қаралардың жағдайы өте тамаша. Дәл қазір ат Ж4 деген әрекетпен мына жерге шабуыл жасаудың жолдары пайда болады. Піл F4, ат С4, ат С4 алдық. Бұл енді Капабланканың сүйікті аты және мына Е4-тегі сарбазға шабуыл жасау. Бұлай алдық және піл С6. Мына пілге енді тұрақтылық керек. Өйткені болашақта мына патшаның түбіне жету үшін мына піл деген керек дүние бұл деген. Бұл деген піл бізге керек болады. Алдық, соң кейін тура А Д1 және тура Е2 қомағалар қатарына кірдік. Мына жерге шабуыл жасау 1 және 2. Піл Д5, енді мына пілдің мүмкіндігін шектеу үшін осындай әрекет жасады. Алдық және вәзір F2 соңғы қатардың әлсіздігін осындай кезде көрсеңіздер болады. Өйткені егер де бұлай алатын болса, онда тура Е1 мат қояды. Егер де сіз мысалы мынаны қорғау керек, тағы да мынаны қорғау керек, амалсыз тура Ж1 деп жүретін болсаңыз, онда тура Е1 деп жүреді, мына жерге мат қою мүмкіндігі тағы да бір туындайды. Міне осындай партия. Жалпы Алексей Гоганов өте көп қателесті. Ең басты қателіктері, мысалы мен мына жүрістерін аса түсінбедім. F4 деген әрекетін, содан кейін F5 деген әрекеттер неге ол өзінің патшасын осылай қатты әлсіреткенін және негізгі орталықтағы сарбаздан неге айырылғанын, неге мына пілге осыншама мүмкіндік бергенін мен мүлдем түсініп тұрған жоқпын.